Мәйітті оңға жатқызу. Пұрсат орындалмай, адамның бойындағы оты сөніп, демі бітіп, денесі мұздай суып, өмірден озып, қайтыс болғаны адамның иегін қаққаны арқылы анықталып, тірліктің нышаны өшкенде, оның денесі мәйіт атанады. Тәңір дінінің дәлелінде, өмірден озған кісінің көзі мен аузы ашық, аяғы құрысып қалған болса, жаман ырымға саналады. Жаман ырым болатын себебі, болған өлімнің сәтінен кейін, өмірден озған адамның артында қалған ұрпағының басынан, өлімнен өлім, жітімнен жітім, қайғыға қайғы, қасіретке қасірет жалғасып, дөңгеленіп жүріп беріп, қырсыққа толы күндер ұзаққа созылып, есінен тандырып, есеңгіретіп әкетеді. Сондықтан, қырсық кесілу үшін өмірден озған адамның мәйітінің жанында отырған адам, о Құдайым оңдап, артының жақсылығын ұрпағына беріп, жекжат жұрат ағайын туыс, мал жандарын пәле-жәледен сақта деп, қайта-қайта қайталап дұға айтып, ашық қалған көзі уқаланып жұмылады. Аңқайып ашық қалған ауыз болса, өмірден озған кісінің мәйітінің жанында отырған адам, о Құдайым, марқұмның артынан қазадан қаза көбейіп, жоқтауға жоқтау жамалмай, жақсылық жамалып, ұрпағының басына үйірілсін деп қайталап дұға айтып, уқаланып, ашылған аузын жауып, ақтық орамалмен иегінің астынан байланады. Сіресіп қалаған аяқтары болса, өмірден озған адамның мәйітінің жанында отырған адам, бақ аяқтан басталады. Аяқ құрысса, бақ семеді. Құрысқан жазылып, артында қалған ұрпағының аяғына жөрге мілінсін деп, қайта-қайта қайталап мәйіт айтып, уқаланып жазылып, арасын біріктіріп, ақтық шүрекпен байлап, мәйітінің үстіне жамылғы жабылып, оң жаққа қойылады. Бұл қазақ дүниетанымының дәстүрі. Өмірден озған адамның артында қырсық қалмасын деп, ниетпен жасалатын амал, қырсықтар кесілген, кесілмей қалатын кездері де бар. Ол өмірден озған адамның өліміне қарай берілген жауап. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 274-275 беттер.